Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып әйел адам түсінде құрт көрсе деп аталады. Видеомызды бастамас бұрын каналға тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде жасыл құрт көрсеңіз, күйеуіңізбен жақсы қарым-қатынаста екендігіңізді білдіреді. Түсіңізде қызыл құрт көрсеңіз, сізді бір нәрсе мазалап жүргендігін білдіреді. Түсіңізде құрт көрсеңіз, туған-туыспен қарым-қатынасыңыздың жақсы болатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде тамақтың ішінде құрт жүргенін көрсе, өзіңізге жүктелген міндетті толық орындамай жүргендігіңізді білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде құрт жеп жатқан болса, қызыңыздан ақша алып жүргендігіңізді білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде төсегінің үстінде құртта жүргендігін көрсе, балаларына көңіл бөлмей жүргендігін білдіреді. Жүкті әйел түсінде ақ құрт көрсе, қыз бала дүниеге әкелетіндігін білдіреді. Ал қара құрт көрсе, ер бала дүниеге әкелетіндігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде сол қолынан құрттар шығып жатқандығын көрсе, ақшаны құр босқа жұмсап жатқандығын білдіреді. Тұрмыс құрмаған әйел шашының арасынан құрттар шығып жатқандығын көрсе, жақында күйеуге шығатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде шашының арасында құрттар жүргендігін көрсе, алдында оны қиын сынақ күтіп тұрғандығын білдіреді. Достар, егер видеомыз ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.